Сәлеметсіздер ме? Мен Амангелді Айберген волонтерлік лига үйірмесінің қатысушысымын. Менің жобам «Менің отаным, менің бастығым» жақсылық керуені номинациясы бойынша. Бұл жобамның мақсаты жас ұрпақтың бойына үлкенге деген қамқорлық, сыйластық сезімдерін ояту, инабаттылыққа және мейірімділікке тәрбиелеу. Жобаның үгіттілігі қоғамда өскелең ұрпақ арасында үлкендерге құрмет көрсету, әр адамның парызы екенін ұғындыру, қамқорлық сезімін қалыптастыру. Жобаның әлеуметтік тиімділігі қайырымды, мейірімді адам болу үшін оқушыларды үлкен кісілермен жиі сұхбаттастыру, кездестіру, үлкен адамдармен қарым-қатынас жасау маған қуаныш сыйлайды, ләззат береді. Менің волонтерлік лига үйірмесіне қатысудағы мақсатым айналамызға қайырымдылық, жылулық, мейірімділік сыйласақ дейміз. Сондықтан әр үйірме қатысушыларына жоба жүргізу тапсырылған болатын. Мен Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының Орал арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығын таңдадым. Өйткені менің апам сол мекемеде жұмыс жасайтындықтан олар туралы жиі естіп қаламын. Оларға балалардың тарапынан жылулықтың жетіспейтіндігін, қарым-қатынастың аз екендігін, соның орнын толтыру мақсатында ізгілікті іс жасасам деген өзімде идея туындады. Ең алдымен әлеуметтік қызмет көрсету мекемесімен танысып, іс-қимыл жоспарын жасадық. Жоспарды екі бағытқа бөлдік. Менің көзіме жылы ұшыраған Сейтқазиева Ольга апай болды. Ольга апаймен танысып, флейта ойнап беріп бір қуанттым. Ольга апай маған өлең оқып берді. Келесі барғанымда шашымды өріп, кесте тігіп үйретті. Кең далам, майсалы бел, жасылы желек, тұрғандай төсінде бір тосын дерек, пейілін қазағымның танытпай ма, күлген күн кең даламда көсілген еп. Ольга апайдың маған берген пікірі. Қызымыз келіп, менің көңілімді өте қуанышты, жадырап, жасарып қалдым бір. Көріп, қызым сондай толқыды. Бұндай кісілерді бұрын көрмеген, оқшауланған жандарды көрмеген еді. Өзінің балалық ішкі сезімімен мен осындай адамдарға көмектескім келеді деп өзінің ойын білдірген болатын. Жоғарыда айтылғандай бізге жоба берілді. Мен осы жобамды 3 жылға арнадым. Биылғы жылы 11 қазан күні есту қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектеп-интернаты оқушылармен кездесу өтті. Мақсаты балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлау. 20 қазан дүниежүзілік балаларды қорғау күні. Оқушылар сарайында балаларға арналған өмір атты онкүндікте мейірімді жүрек акциясы өткізілді. Жиналған жөргектер мейірім бөбектер үйіне тапсырылды. 15 наурыз қайырымдылық күніне орай оқушылар сарайында бір алма, бір апельсин акциясын өткізіп, жиналған жемістерді әлеуметтік орталыққа апардық. Оның мақсаты жүрегі мейірімге толы оқушылардың бойында адамгершілік қасиеттерін қалыптастыра отырып, қоғамға аз да болса көмек көрсету. Орталықтағы адамдардың бетіне күлкі ұялап, алғыстарын жаудырды. Алдағы уақытта осы жобамды жалғастыра отырып, үлкендерге көмектесіп, адамдарға күлкі сыйлап, жылулық беруге тырысамын. Назарларыңызға рахмет.